Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бұл тәрбиелік бағдарлама және бүгінгі біздің қонағымыз көптеген оқырмандарының сұрауы бойынша Абдулла Қажы Жолдас атамызды бүгін тәрбиелік бағдарламаға шақырып, тамаша бір сұхбат жасамақшымыз. Абдулла ата, бағдарламамызға тағы да қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Сөздің басын мына дүниеден бастасақ, кеше мынау Қордайдағы жағдайды өзіңізде көрген шығарсыз. Көбімізге бұл үлкен бір сабақ болған сияқты болды. Енді осы дүниеге байланысты бір өзіңіз ой қоссаңыз, жалпы елдегі татулық, тұрақтылық, тыныштық ең бірінші кімге керек? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Енді Құдай қосып көрші болғаннан кейін, ислам шариғатында көршінің ақысы бар. Ол мейлі сол сенімен туысқан болсын, болмасын, діні бір болсын, бөлек болсын, көрші. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху үйіне жанды адамдары бар. Келсе бір қызметкері қой сойып жатыр, терісін сылып жатыр екен. Мына жұмысыңды аяқтағаннан кейін бірінші мына неден бір үлес мына көрші Яхудиге апарып бер деді. Сонда жандағы кісілерден біреу Субханалла, Яхудиге ма деді. Иә Яхудиге, Яхуди еврей, дін Яхуди ғой. Сонда Абдулла ибн Умар радиаллаху анху пайғамбарымыз көрші туралы сондай насихаттар сонша көп айтты. Ойпырмай, оларды шариғат сол мына мирас алатын туыстардың арасына қосып жіберер ме екен деп ойлап қалғанбыз деді. Сөйтіп бірінші кезек сол көршінің ақысын апарып бер деді. Ал енді олар бір ұлттың өкілі, дүнген халқы. Олар енді біздермен діні бір мұсылман. Ал енді ол қыз балық артын ойламай жаңағы бірдеңені істей салу. Енді бұл Хужурат сүресінде пайғамбарымыз хадисінің несіне Бани Мұсталақ тайфасына бір адамды жіберіп, олардың садақаларын жинап келуге, зекет садақаларын әкелетін уақыт болған. Барып қайтып келе жатыр ғой, қайтып келу керек қой барып. Бірақ мына жіберілген адамның Бани Мұсталақ тайфасымен арасында бұлай екі шатағы бар екен арада, ойдағыда. Сөйтіп, ол ұзақтан көрді. Шаң жаңағы тозаңнан мал айдап біреулер қару жарағы асынған нелері бар, айдап келе жатыр. Аттың басын кері салды, олар діннен шығып кетіпті, әскермен келе жатыр деп. Сонда пайғамбарымыз ананың жағдайынан кішкене іштей секем алды да Халид ибн Уәлид даңқты сардар шақырып алып, мынаның сөз дұрыс па, барып байқап кеш. Сөйтсе олар садақаларын өздері жинап, сол тапсырайық жолда біреулер тиеме деп бір жасақ әскерді қосып, жан жағынан айдап келе жатыр екен. Сонда Аллах Таала Хужурат сүресінде аят жіберді. Я айюхаллазина аману, ей иман келтірген бәнделер, инжаакум фасиқум бинаба, егер бір пасық сендерге бір хабар келтірсе, фатабайяну, анығына жетіңдер деп аят келтірді. Олай болмаса сендер біреулерге бұлай жайсыз нәрсе жасап қоясыңдар ма, одан кейін өкініш қылып жүресіңдер аяттың арғы жағында. Сөйтіп келтірілген. Енді соның жаңағы басында уақиғаның ішінде болған адамдар кішкене жаңағыдай орысша айтқанда эмоция деген нәрсеге беріліп кеткен ғой кейбіреулер. Болмаса 3-4 тентекке болады, түгел халық ақмақ болмайды ғой. Соның үшін бұл артын ойламай істеген іс болып тұр. Ал әрбірдесін ислам шариғатында үлкен кісіге қол көтеру деген ол тіпті ұят. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әскер жібереді. Оларға үлкен насихаттар айтып жібереді. Қашқан жауды қума, кәрі құртанға қол көтерме, әйел бала шағаларға тиіспе, жабық есікті ашпа,
Жабық пердені ашпа. Малдарды қырмаңдар бекерге. Жеуге болмаса малға тимеңдер. Үйлерді өртеме, ағаштарын кеспе дейтұғын. Бұдан артық қалай өсиет айтуға болады? Соның үшін біз әр уақытта қай жерде болса мұсылман ынтымақ жағын ойластыру керек. Жауласу емес. Жаулассаң жау табыла береді. Бірақ ынтымақ жағын көбірек ойлау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үшін әл-муъмину хайрун күллуху деген. Момынның бар болмысы жақсы ғой. Ол бірдеңе басына түссе сабыр қылады, сауап алады. Бір жағдай болса, қуаныш болса ортақтасады. Бір-бірлерінің жағдайына қарайды, көмектеседі бір-біріне. Жүрген жерінде біреуге жәбірім тимесе екен, біреуге зияным тимесе екен деп ойлайды. Сондай түйсікпен жүреді. Момын бәнде деп. Сөйтіп мақтайды. Қазақта көріш табақ деген нәрсе болады, білесің ба? Бала кезімізде мына үйде көршіміз. Үйде тамақ пісірілгеннен кейін кешке бір кесе тамақты беріп, мына жақтан балдардан біреуін жібереді, көршіге апарып. Ол жерде тамақ бар ма, жоқ па, оны нетпейді. Ол айты күнде солай. Онан кейін ол уақытта мына жақтан да бір табақ мына жаққа кетіп атады. Сөйтіп араласатұғын. Ал енді кейде біреулердің сол тамақ жасап нетуге жағдайы мүмкіндігі болмай қалғанда анау жақсы нәрсе болады оларға. Міне сондай, енді біз сондай нәрселерді жаңа көрші отырып дүнгендерге үйрететін болсақ, көрсетсек, оларды еліктейді ғой оған. Ол жақсылық қой. Осындай біздің тұрмысымыздағы бар нәрселерді көрсету керек оларға. Насихаттау керек. Одан кейін жаңағы бір-бірмен араласып, мынау балдардың несі мына ақымақшылығы болды, енді кешіріңдер, арада өткен іске салауат болсын енді. Сізбен біз бұндай қателікке жол бере беретін болсақ, біздің кейінгі келешек ұрпақтар үшін де бұл жақсы емес. Олар бір-бірімен жанжалдасып, қырылысып жатса, онда не болды? Бәріміз бір мұсылман емеспіз ба деген сөздерді айтып, олармен жаңағыдай жақыннан араласу жағын қарастырсақ, анандай нәрсенің алдын кесіп, уақытында ол мәселені шешуге болады. Бұл әрекетті біз осы бүгіннен қалдырмай сол істерді жасауымыз керек. Түсіністік керек алдымен. Оны күшпен басқамен ештеңе істей алмайсың. Сонда ғана кішкене нәтиже болады. Біздің халқымыздың қойнына сыймаған кім бар? Мысалы үшін Кавказдан қанша халықтар келді. Шешен, ингуштер келді, басқа келді. Бір ингуш айтады. Мен бала кезімде дейді, інім екеуміз дейді. Қазақстан жеріне келдік дейді. Атана анамын ештеңені білмейді. Сөйтіп келдік, жердегі шөпті нетіп, аузымызға салып отырмыз дейді. Мен 4 жасарыма сондаймын дейді. Анам одан да кішкентай сөйтіп отырғанымызда бір кісі келді дейді. Ананың көріп, екеумізді атпен келді дейді, мінгізіп алып үйіне апарды дейді. Үйге апарып, шешіндіріп, несіп, жуындырып, шаштарымыз тарап үйтіп әйтеуір нетіп ол кісі дейді. Жаңағы ашөзекке түсіп кетпесін деп сүтті кішкене сүт беріп, біртіндеп адам болып, сол сөйтпегенде біз бар аяғыда сүйегіміз шіріп кетер еді дейді. Сөйтіп аман қалдық дейді. Ал сөйтіп қарыздарлығын айтып отырған кісілер көп. Енді ол саясат ол. Үкіметтің уақытында сондай нәрселер болды. Бірақ біз өз жерімізге келген кімді де болса, оны енді бейшара деп нетіп, есіркеп, оларға жағдайларын жасап, қолдан келсе, үйімізден, төрімізден орын беріп қарсы алдық. Бұның бәрін насихаттап айту керек. Осындай жағдай болып етті. Мен бала кезімде бір шешеннің
қызын алып бермекші болып құдаласқан әрбірдесін. Ауылдасымыз еді. Кейін олар көшіп кетті. Біз мұнда қалдық. Біздің тіліміз негізгі нәрсе, біздің тұрмысымыздағы ең қажетті нәрсе. Хужурат сүресінде وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُوا дейді. Сендерді мен дейді, олт қылып, тайпа қылып, бір-біріңді тануларың үшін осындай етіп жараттым дейді. Ал енді ол олт болып нету үшін бастама тіл, олттың бастамасы. Тіл, ал енді сырт көріністі қалай өзгертсең ол бола береді, бірақ әрбір олттың өзіңді киімдері бар ғой. Осы жерден бір нәрсе, Хазіреті Умар радиаллаху анху мұсылман әскерлерін жан-жаққа жібереді ғой. Сонда Сирияда бір уақиғалар болды. Бір жылдары оба болды, халық көп қырылып кетті. Сөйтіп олардың кейбір мәселелерін шешу керек болды. Кімнің мирас алатын, алмайтын, қалай соның бәрін реттеу керек болды. Сөйтіп Хазіреті Омардың Сирияға баруы қажет болды. Сонда обаның уақытында оба түсіп жатыр деп барған жоқ. Өйткені пайғамбарымыздың хадисінде бар. Оба бар жерге келмеңдер. Оба түскен жерде сендер болсаңдар, одан шықпаңдар деген хадисі бар. Сөйтіп оба көтерілген екен, барды. Міне сонда әскерлерді көрді. Мұсылман әскерлерін көрді. Сөйтіп қараса жібек киімдер киіп алған. Қолына кесек алып, атып, 2 жылдан бері есіріп кетіпсіңдер деп ашуланып Хазіреті Омар. Мыналарың не деп? Шариғатта жібек киім жоқ қой ер адамдарға. Харам. Сонда тақсырау, біз осы жібек киімнің арқасында жанымызға алып жүр, сауыт шыдатпайды ғой деді. Сауыттың ішінен жібек киімді киіп жүрмесе, шыдай алмайды екен адам. Ал енді онан кейін барып Хазіреті Омар жан-жақтарға әлгі әскер басыларға бар, ана уәлаят бастығын уәли дейді, уәлилерге жаңағы жазады. Мына барған жерлердегі халықтардың киімдерін дауыстырып, сөйтіп кетпеңдер. Киімдеріңді өздерің ұлттық киіммен жүріңдер деп бұйрық берді. Ал дәл соны біз өзіміздің халқымызға қолдансақ, көпті кетпейді. Біздің де өз киімімізді кисек, кейбір нәрселерді. Өз қолым шетелдің киімінде жабыса береміз, өзіміздің шыққандарды киейік деп білмезгіл. Осында қарап. Тек наурызда ғана киім. Жаңағыдай арнайы салтанатты жиын болса, жаңа киіп барып, басқа уақыт шешіп тастап. Енді анан көше-көшеде жаңағыдан киіп жүрген дұрыстау болады. Көбірі. Ер азаматтарға жібек мата болмайды деп айтып қалдық қой. Жібек мата шариғат бойынша дұрыс емес. Харам. Ал оған кез келген фиқ кітаптарында жазады. Ауырғандар бұл неден үкімнен басқа деп. Ауырғандарға фиқ кітаптарда рұқсат береді жібекті киюге. Өйткені көбірек ол орта ғасырлардағы адамдардың ауыру жаңағы бұлай қышыма, қотыр сияқты нәрселер. Оған жібек ем болады. Соны ананы киіп жүрсе, анау кетеді. Міне сонысының ислам фиқ кітаптарында ауырғандарды атап айтып қояды оларға рұқсат деп. Соның үшін біз енді қымбат киім, жібек киім деген сияқтыларды кию емес, біздің тұрмысымыз қарапайымдылыққа негізделген, қарапайым киіп жүргеніміз дұрыс болады. Халыққа да соны насихаттап қарапайым жүру. Осы жақында ғана бір әлеуметтік желіде осы домбыраға байланысты үлкен дау болды. Бағанағы сіз айтқандай бір жас жігіт шашын бояған. Қазақтың домбырасын ойнап тұрып, жерге алып ұрып сындырып тастады. Надан. Түгел бойын бояса да надан.
Ал енді осы сіздің айтқаныңыз сол домбыраның қасиеті қандай екенін енді қазақ қана біледі. Өзге ұлттың өкілі болғандықтан ол домбыраның қасиетін де түсініп тұрған жоқ, домбыраның бағасын да түсініп тұрған жоқ. Ол домбырамен кім шықпады дейсің. Мәдәлдатқа Майлықожаның нағашысы. Мына Мырза биді, Қоқанның биі Мырза биді бауыздап өлтірді ғой. Ана Мұсабек датқа барлығы. Мұсабек Сапақ бидің баласы. Соны жаңағы Мұсабектің қарындасы Айым Сұлуды сұраған, ана Мырза би соны қызды мен қойныма саласындар деп. Соған ызаланған қазақтың жігіттері кейін Мұсабек Мәдәліге келіп, сіздің шариғатыңызда осы қыздан зекет алу деген бар ма деп келгенде, бұлар ызаланып, қатты менен Мырза бидің 40 жігітімен бауыздап өлтірген. Ал енді сонда Қоқаннан қалың әскер келіп, кім қылды? Енді ауыл ғой, енді қалай емес қой. Сөйтіп бәрі неткенде енді амал жоқ. Оған жауап беру керек. Сол жолға басымыз тік деп шыққан адамдардан үн жоқ. Сонда домбырамен Мәдәлдатқа неге шығып, сендердің биіңді Құран өлтірді. Құранда қыздан зекет алсын деген жері бар ма тақсырлар деп домбырамен айтқанда Қоқандардың аузына құм құйылған. Сөйтіп, бірақ сонда да зордың арты диірмен тартадының тәртібіменен Мәдәліні Бұхараға 3 жылға жер аударып жіберген. Мына жақтағы елден, әр үйден 2-3 қарадан жетектеп құн төлеткен. Осындай уақиғалар. Ал сол жерде осы домбырамен жауап беріп тұрған. Қазақта әртүрлі қасиеттермен айтамыз ғой. Қазақ осындай деген сияқты. Жалпы қазақ қандай халық? Жалпы қазақ бір ауыз сөз қонақжай халық. Біреуге бір жамандық анау-мынаны ойламайды. Қонақжай. Оған сөз жоқ енді, оның қапысы жоқ нәрсе. Ал енді жаңағыдай қолындағысын бөліп беру деген, баспанасын бөліп, соларды өзінің несіне алу деген, ол әр ұлттың үлкендері, ол көргендерін айтып жатыр. Телевизорда естіп жатырмыз. Ал енді біздің дархандығымыз енді соған қарай мынау біздің тәлім тәрбие жағында дамытсақ, жақсырақ, өте әдемі жарастықты болар еді. Жастарға соны үйрету керек еді, сіңіру керек оларға. Біз жаңағы жаумен жолысып неткеннен ештеңе таппаймыз. Ел ішінен жау іздеудің керегі жоқ. Біз ынтымақтасуымыз керек. Мейлі қай ұлттың өкілі болса да келші. Мен дәрігерде жаттым. Бір неміс қазақша судай біледі. Мен бала кезімде дейді, қазақтың үйлері жұмысқа шақырады. Слесарь ма бір бәле жұмыс істеген екен. Қазақтың қарилері отырады. Өзбекке бар, түрікке бар, басқаға бар, кімге барсаң оған бар, орысқа бар. Анау жұмысың анау, мынау деп көрсетеді, сонымен істеп қайтам дейді. Қазақтың үйіне барсам қария отырады, беркел балам. Отыр. Жұмысты нет, жұмысты қой ол, жұмыс болады, отыр. Шай жеміз деп айтады. Енді табиғатта бар нәрсе көргенін айтып отыр. Сізге бір сұрақ енді, өтірік айтасыз ба? Өтірік шариғатта өтірік айтуға рұқсаты бар нәрсе болса айтуға болады. Біреудің көңілін қалдыру, мынау үйде жанжал болатын жағдай, сондай уақыттарға бір ауыз өтірікті қыстырып жіберуге шарғи рұқсат бар. Үйдің бір тыныштығын, берекесін сақтау үшін. Соны сақтау үшін. Енді біз көбіміз қоғамда көп өтірік айтамыз енді. Білесіз ғой, қазір жастары бар, үлкені бар, басқасы бар. Тіпті қазір біреу хабарласса, ай мен Астанаға келдім, қайдасың десе, ой мен Қарағандыға кетіп қалып едім бүгін. Болмаса жынадай, мен басқа жақта жүредім қазір деген сияқты. Тіпті қазір келіншегіміз сұраса, сен қай жерде келе жатсың десе, мен міне жетіп қалдым деген сияқты.
бір кішкене ана бір болмашы өтіріктерді көп айтамыз. Ұсақ түйек нәрсе деп қараймыз ғой, жаңағы өтірікті де. Ләжі болса сол өтіріктің болмағаны жақсы. Шындық өмірдің туы, ол ұстанымы болмай, тірлік болмайды. Сондай өтірікті де жаңағы айта берсе, бойың үйреніп кетесің, сонда елемейсің. Анау мынауға жаңағы өтірікті қыстырып жібере береді. Ол жақсылыққа апармайды да ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады. Ла сағирата мa'al исрар, ва ла кабирата мa'al истигфар. Исрар болса, исрар деген сөз бір нәрседе дайым үнемі істей беру бір нәрсені. Үнемі істей беру. Соны үнемі жасай беру менен дейді, кішкене сағира деген сөз, сағира шариғатта кішкене күнәлар, әт деген сияқты нәрселер. Ол дейді үнемі бола берсе дейді, ол көбейіп кетеді. Сағира болмайды. Шариғатта кәбира бар, кәбира ауыр қылмыстар. Истиғфары болса, кәбира болмайды. Яғни Аллаға истиғфар айтып, ертелі кеш, Құдай тағала кешір, мен бәндеңмін деп, Алладан сұрап, кешір, бала-шағамды Құдая өзің нет, сақта деп, отанымыз сақта, айтыр дұға қыла берсек, үнемі истиғфар Алладан, сонда дейді үлкен күні үлкен болып тұра бермейді, ол кешіреді. Соның үшін сәл нәрсе болса да, оны жаңағыдай жібермеген жақсы. Мәшһүр Жүсіп неге насып ешегеді екен. Бір жерде отырғанда 3-4 үлкен оқымыстылар да бар. Қария Мәшһүр Жүсіптің өзі де әжептәуір сауатқан адам ғой. Сонда жаңа насыбай шексе, бұныңыз қалайсыз енді оқыған, білімді адамсыз ғой дейді ғой енді, мұнай жақтағы кісілер. Сотсап қылшық дейді ол кісі. Енді қылшықтай кішкентай нәрсе бұл деген сөз айтқан да. Сонда анау сауал берген адам, киіз ғой оларда жаңағы астына төсеп қойған киіз. Бейтіп отыр ана кісі. Сөйтіп мәжілістің ақырына қарай қараса, бейтіп отырғаны әжептәуір мынандай кішкене әлгі түйім болған да. Сонда айтыпты, Мәшеке, осын жаңағыны қылшық деп едіңіз, мен біраз отырып, осы қылшықтың ақыры қандай болар екен десем, мұнанша нәрсені жинап алдым, бұл қалай болады? Бір сұхбатта осыншыдан жинай берсек, бұл қалай болып кетеді деген. Сонда сөз айта алмай қалған екен. Яғни, анандай қылшықтан әжептәуір нәрсе шығып жатыр. Соның болмағаны жақсы қойдып, айт жаңағы емеурін білдіріп, бұра дөрекі немен емес, әдеппен көрсетіп, сөйтіп кеткен ана кісі. Жалпы отбасындағы тәрбие қандай болу керек? Отбасындағы тәрбиеде шындыққа негізделу керек қой. Мысал үшін үйде бір мысық бар біздің. Егер мен шақырсам келеді. Кейбіреулердің шақырғаннан келе қоймайды. Неге өйтеді? Сөйтсем, үйдегілер бірдеңе шақыр дейді ғой. Мен айтамын, оған бірдеңе берейін деп атқаным жоқ. Неге шақырам? Жоқ, сіз шақырсаңыз келеді. Мен айтам, менің шақыруым да жалған болмау керек та. Оған бірдеңе беретін болып шақырсам, оны алдамай. Нетсем, сон балдар біледі оны. Мәне сол шындық адамның өмірінің сәні болып сөйтіп тұрса, ол енді біледі, қай уақытта түсінеді. Атам айтты ма, дұрыс айтты. Ол кісі шындықты айтып жатыр. Енді жаңағыдай жеңіл-желпі нәрсені қыстыратын болсам, ондай сенім болмай қалады ғой. Соның үшін біздің оның үстіне шындықты Құдай тағала сол неткендігі үшін Аллах тағала мұны жақтан икемдеп басқа тіршілік керек нәрселерінде Құдай тағала мұна жағынан туырлап береді ғой. Соның үшін бұлай жол ашыла береді.
Соның үшін шындықтың иесі Құдай тағала ақиқаттың иесі. Иә. Бағытты солай бұра беру керек. Құдай өзін кешір білмегенімізді деп қолдан келгенше. Жалпы ер азаматтардың әйелдерге ұқсап киінуі, болмаса әйел адамдардың, қыз балалардың ер азаматтарға ұқсап киінуі. Мен бұларды шариғат бойынша мен негізі жақтырмаймын, қаралаймын. Көрдім кейбіреулерді өзі еркек, қыз бала ұқсап бірдеңені киіп алған. Соларды да жаңағы телевизордан көрсетіп жатыр. Әрбірдесін соны көрсетудің не мақсат сонда? Жастарға сендерде осындай болыңдар деген мақсат па? Неге оларды көрсету керек? Демократия деген демократияның ар жағының шегі жоқ нәрсе ме? Бәрі сия береді ғой. Біздің халықтың ұстанымымыз бар, біздің ұлтымызда түсінік бар, өзімізге дәстүріміз бар деген сияқты. Еркекше киінген әйелдерді Аллах тағала лағнаттайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде бар. Әйелдердің еркекше киінген әйелдерді лағнаттаған. Әйелше киінген еркекті де лағнаттаған. Құдай тағаланың қарғысына ұшырайды олар. Оған басқа сөз жоқ. Кешірмейді Аллах тағала. Әркім өз болмысымен жүру керек, өзінің киімін кию керек. Ол дұрыс емес ол киімдерді. Жаңа еркектің киімін әйелдің киімін еркек болып ауыстыру. Бала дүниеге шыр етіп келгеннен кейін барлығымыз енді баланы атын қоюға асығамыз. Енді балаға ат қою мәселесінде нені ескеру керек, осы турасында айтсаңыз? Балаға жақсы кісілердің атын қою, солардың жақсылық несін жаңағы балаға қонама деген сияқты игі ниетпенен жақсы адамдардың атын жағалау, ол халықтың дәстүрінде бар нәрсе. Ал енді қала берсе, қыз баланың ибалылығы, қандай отбасынан шыққандығы есепке кіреді. Мысал үшін, Төле би Түркістанға келгенде бір үйдің қызы әлі ол кездің несіндегі бір 7 жасар ма, сондай 8 жасар ма қыз, сол Төле биге бір нәрсені етіп істеп, бір жағдайда Төле би батасын беріп кетеді. Соны есткен Қабанбай батыр соған іздеп келіп, мына қыз бой жетсе басқа жаққа бермейсіңдер деп, мен балама алып беремін деп келісіп кеткен ғой. Төле бидің батасын алды деп. Ал енді бұл, мұны қандай нәрсе ол? Қазақтың дәстүрінде бар нәрсе, үлкен батасын алған жақсылық қой, иншалла. Олардың қазақтың ырымында көп нәрсе бар. Соның бәрін әйтеуір балдардың жақсы болуын, жақсының жаңағы несін, мұны кімнің жаңағы күрескер Қажымұқан марқұмды кейбіреулер келіп бір жерге отырса, яки қонып кетсе, соның орнына балдарын аунатып алу. Міне осындай нәрселер бар ғой. Ал енді мұның атын жақсы қою хадистен бар. Аттың жақсысы Аллаға құлдықпен, хамдымен болғаны дейді. Хамды болса, алхамдулилла дейміз ғой. Енді Мұхаммад десе хамдысы бар. Хамидулла десе хамдысы бар. Абдулхамид десе абдысы да бар, хамдысы да бар, мысалы үшін. Өстіп аттарды қою ислам шариғатында бар оны. Ал енді мына дәстүріміздегі бар үлкен кісілердің аттарын қойып нету. Ол енді ол жақсы. Мысалы үшін мен өмір нелер жігіттердің ішінде көргенім жоқ. Қазір мен бір шәкіртім неде Ақтөбеде имам, аты Төле би. Қалай қарайсың? Ал енді мен бір жолдасым бар еді, марқұм Тараздан қайтыс болып кетті, Сыпатай. Ал енді Сыпатай батырдың атында нетіп қойған балаға. Ал енді мысал үшін кейбіреулер, біздің кейбір ұлттар біздің алпамысқа жабысып жүр. Бірақ алпамыс деп ат қою қазақта бар.
Teledidardan bir neçe rет gördüm, bireylердің аттары Алпамыс. Өзім шәкірттерімнен 2 бала болды, Алпамыс аттары. Алпамыс деп қазақтар қояды, басқалар қоймайды. Енді ол да бір көрініс қояды. Соның үшін балаға атты қойсаң, жаңағыдай ыңғай менен мынандай іс болады ау. Бұл мына жағдайда бұл керек болады деген сияқты есеппен қойғанның өзі де жақсы. Ер азаматтың әйел адамның алдындағы міндеті қандай? Оны біз пайғамбарымыздың өмірінен іздесек болады. Ана Мәуліт кітабында бір жерінде жазады. Яфли саубаху ва ярқау шатаху дейді. Яфли саубаху. Сауб киім. Киімнің бит бүргесін қарар еді, қойын сауар еді. Біздің еркектерден қой сауып атқанды көрдің бе? Пайғамбарымыз қойын сауар еді. Жағыдай киімінің бит бүргесін қарар еді деген сөз бар. Яғни, ол қызмет, ол мына әйелдің қызметі, мына ер адамның қызмет деген сияқты нәрсе. Ислам шариғатында аса ол дұрыс көрінбейді. Қол болады, кейбір жағдайда, кейбір жұмыстар көбірек ер адамдар атқарады. Мысалы үшін малды бауыздау ер адамның қолында. Неге әйел атқармайды оны? Әйелге болмайды. Біріншіден, әйел кім? Біздің назарымызда ол мейірімділіктің айнасы. Мейірімділік, сол әйел кісі бар болмысымен мейірлі болып қалу үшін ол ана малды бауыздамау керек. Сол болмысымен қалу керек та. Ал енді ерлер жоқ. Бір жағдай болып қалды. Ол еркек келгенше мынау өліп қалатын түрі бар. Ол уақытта әйел бисмиллах, Аллаху акбар, малды бауыздай береді пышақ алып. Оған амал жоқ, өйткені Құдайдың адал несібесі харам болып нетіп қала ма? Оны адал бауызда балу керек қой. Ол жағынан ол кісінің оның жаңағыдай малды жаңағы шығындатып неткеннен жаңағы адал неге айналдырғаны дұрыс әрекет болып есептеледі. Болмаса үйдегі сондай жұмыстарды, анау-мына қосалқы істерді еркектердің өздері де атқарған дұрыс. Аяғын созып, әйелім жұмыс істейді деп жата беру. Сонда оны мына балдар көреді ғой. Ал, оның кейін не болады? Сонда әйел өзінің әйеліне құрметпен қарап, соның кейбір жұмыстарына қабаттасып, әрекет қылғанын көрген анау бала өзді ертең соны істейтін болады. Сен істемеген нәрсені бала істей ме ертең? Осы жағына қатты көңіл бөлген дұрыстау болар еді. Оның үстіне айғай-шу, қатты сөз, кейбіреулердің үйінде күнде дау, айпырмай қайтып күн көреді. Мына әйел егер аяғына балдары бар болса болды. Мысал үшін жарық жылаған келген. Ол әрбірдесін әйел аяғы ауыр құрсағында баласы бар болып күнде жанжал болып атса, мына баланың өсуіне кесірі болады. Ол өте қиын нәрсе бұл. Жақсы болмайды. Соның үшін ол ертең күні бала кеміс болып туылса, ол кімнен көреді? Әкесінен көре ме, шешесінен көре ме? Бұл қиын нәрсе ғой бұл. Соның үшін ол әйелдің аяғы ауырма, болды, оның алдына айғай сумен қатты сөйлеу, оның бәрін жиыстыру керек. Ілайжы болса күлдіріп, қалжыңмен сөйлеп, кейбір нәрселерді айтып, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сендер дейді біреулерің әйелің қолын ұнға батыр бір жұмыс істеп атса, келіп дейді оған бір кесе су ішкізсеңдер, су берсеңдер, соғанда сауап аласыңдар дейді. Енді ол 4 қолы бар ма? 2 қол бос емес. Соған келіп, ана су беріп, жағдайын жасау. Ана іш болмаса балдарға көрсетіп, балдардың көз алдында жаңағыдай нәрсені жасау, үлкен тәлімдік мағынасы бар іс бұл. Соның үшін ал оның кейін барып, әйелге кейбір нәрселерге әйелдің бір кемістік болып қалады.
Хоп, ол қоғамға қарау керек. Қоғам қайда? Даладасың ба, жұмыстасың ба? Айтатын болсаң, егер сонда бір кемістік болып қалды ма, оңаша шығарып айтуға болады. Үйге келіп айтуға болады. Ол жерде ана жұрттың алдында айғай шу көтеріп нету, оны енді ол ұят ол, әрбірдесін. Әйелге құрмет емес. Одан кейін ол айтқанда да әйеліне бала шағалардың алдында айтпау керек. Ол да бар. Енді әйеліңе балаң жоқ жерде ақылайды, балаңа адам жоқ жерде ақылайды деген сөзді, соны үшін мен айтқам, енді үлкендердің сөзі осындай үлкен нәрсе ғой. Сонда баланың көз алдында анасына жаңағыдай сөздерді айту, ананың құрмет деген нәрсеге ол баланың алдында ол жараспайды. Оңашылап айта берсін. Ол дұрыс, мақұл. Соның үшін барлық жерде біздің ісіміздің оңды болу үшін жан-жағын қарастыру керек, иншалла. Баланың ата-ана алдындағы қарыз-парыздар туралы айтсаңыз. Ата-ананың қарызындай қарыз жоқ десе болады. Өте жоғары олардың қарызы. Баланың болуы да, болмауы да, өсуі, өспеуі бәрі ата-анаға байланысты. Имам Хасан радиаллаху анхудан келген бір хадисте бар. Ата-анасына сый құрметі болмаған адам, бала несібеден кем болады дейді. Ол несібе оған болмаса, ол қалай болады ол? Осы сөзді оларға түсіндіру керек қой. Оның несібесінің болып болмауы ата-ананың ризалығында екен. Ал енді онсыз тірлік жоқ қой, бізде жарық жалған болған екен, амал жоқ, бірде бар, бірде жоқ, кемшілік басқа болады. Ал енді сол ата-анасының сыйлап, олардың құрметін жай орын, өз орнына қойып, жаңағы сөйтіп жүрсе. Мен Ташкентте бір министрмен кездестім. Сонда айтты. Мен деді, анам қайтыс болды деді, қазір Алла рахмет қылсын деді. Мен министр болып жұмыс істеп тұрған кезімде анамның алдына тізерлеп келер едім деді ғой. Тізерлеп келер едім, сөйтіп қолын сүйер едім. Қазір ол кісі қайтыс болды, үстелімнің үстінде анамның суреті бар, бетімді сыйлап дұға қылып отырамын деді. Бұл қандай нәрсе, міне көргендік. Енді қолымыздан келгенше ата-анамызды жарық жалғанда сыйлап, олардың жасаған жақсылықтарын өзіне қайтару алдымен біздің міндетіміз. Ал енді ата-анасының жаңағыдай өз орнына, өз деңгейінде құрмет көрсетпеген адамдардың ертең күні жағдай жаңағы имам Хасан айтқандай. Болмаса Құдай Тағаланың ақыретте қаһарына ұшырайды ғой. Бұл ауыр нәрсе ғой бұл. Ол енді білмей қалған шығар, мына қылмыстарды санағанда. Олай болған шығар, бұлай болған шығарды айтып кешірсе мүмкін. Бірақ ата-ананың қарызы деген нәрсені Аллах Тағала кеше алмайды деп ойлаймын. Өйткені ол өзі ақының иесі ретінде кешіру керек. Баласынан ол өзінің ақысы қартайғанда, жасы ұлғайғанда соның қызметін, жаңағыдай несін көру керек қой. Сыйлығын көру керек, Құдай Тағала перзент арқылы берген қызметті көру керек. Ол соны алмады. Оған баладан ондай қызмет болмады. Құдай алдына не деп барады ол? Бұл бала туралы не айтады ол? Бұл ата-ана ақысын алмаған үшін кеше ме кешпей ме ата-ананың ақысы ол.
Құдай алдында ол кешпей кетуі мүмкін. Мен оның Құдай сақтасын, енді ондай нәрселерді бұлай жарық жалғанда естіп, көріп жүрміз, кейбіреулердің жағдайын. Өте бірдеңе деу қиын, ауыр. Соның үшін бұл ата-ана туралы мәселе өте ауыр. Өйткені Құр'аны Кәрімде иманнан кейін ата-ананың құрметін қойған. Енді сонда иман келтірдің, онан кейін ата-ана. Құдай тағаланың сұрайтыны. Соны не істедің? Ол болды ма қызмет, болмады ма өз деңгейінде? Соның үшін біз ата-ана туралы мәселеге еш жеңіл қарауға келмейді. Бұл өте ауыр нәрсе. Оны Құдай тағала оған ата-анасына нетпесе, жөнді қарамаса ол. Өйткені ақының иесі кешсе. Солар кешпесе кешпейді. Оны Құдай тағаланың қаһары күтіп тұрады ондайларды. Енді қайбір уақыттарда Еговтың куәгерлері бір қария кісіні Еговтың дініне кірмегендігі үшін 90-нан асқан қартты көшедегі шығарып тастады деген газетті оқығам. Мен айттым, осы да дін болды ма енді? 90 жыл өмір сүреді, мына үйді салды. Осы үйде біреудің үйінде емес, осы жерде бала шағасын өсірді. Енді келеді, әулиекі ана дінге кіріп алады да, әкесі сол дінге кірмеген көшеге қуады. Не қандын ол? İslam şariatında Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadı. Ve in cahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fela tutihuma. Eğer olar seni bilimsizlik bilen, nadanlık bilen Құдай жағылында şirkке, күнәлі жұмыстарға тартатын болса, yani мына мүшрик бол, мына дінді қабылда деп жаңағы нететін болса, онда дейді Құдай тағала айтады оған бойсынба, бағынба ата-анаңа. Бірақ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ деген сол аяттың жалғасында. Мына жарық жалғанда оған жақсылықты рауа көрген. Жақсылық қылған. Сол анау ширк дінінде пұтқа құл сондай болса да сен ата-анаңа жақсылық қыл деп отыр Құдай тағала. Яғни ол не қылса да ата-ана. Мұсылман болмаса да соның құрметін жаса деп отыр. Ал оны жазалау, мысалы үшін мүшрик болды деп басқа нету, ол Құдай тағаланың ісі. Пайғамбарымыз өстіп осы нәрселерді аяттан айтып, түсіндіріп тұрғанда, бір жерде Абу Дар Ғифари деген бір сахабасы бар еді. Ғифар тайфасының өкілі, ғифарлардың көсемеді. Сол сұрады. Вайын зана, вайын сарақа. Егер ата-анам зина қылса да, ұрлық қылса да сыйлауым керек па? Сонда пайғамбарымыз вайын зана, вайын сарақа деді. Ұрлық қылса да, зина қылса да сыйлайсың. Абу Зар тағы қайталады, вайын зана, вайын сарақа. Пайғамбарымыз тағы вайын зана, вайын сарақа деді. Одан кейін ол үшінші қабат вайын зана, вайын сарақа деді Абу Зар Ғифари. Сонда, ей Абу Зар, бұл хадисте тарбият ядака деді ма, екі қолың топырға батып қал, екі қолыңмен топырақ ұстап қал деді ма, сондай сөзді келтіріп, вайын зана, вайын сарақа деді. Ұрлық қылса да, зина қылса да оларды сыйлайсың, құрмет қыласың. Яғни, ата-ананың несін, қылмысын, басқасын тергеу, перзент ретіндегі біздің міндетіміз емес. Ол ата-ананың
несін тек біз құрмет қылуымыз керек. Ал жазасын беру, ақырет дүниесінде ол кешу, басқа қылу, ол жаратқанның қолындағы нәрсе. Осыдан басқа жол жоқ. Жастардың ойланбай шаңырақ құрып, ойланбай ажыраса салуы. Және де бір баласымен, екі баласымен, үш баласымен әйелдерін тастап кетіп жатқан жастар көп қазір. Соларға не айтасыз? Бір баламен тастаса бір адамды, екі баламен тастаса екі адамды, саны артқан сайын соларды тастаса тағдырдың тәлкегіне қалдырып кетіп отырған адам, олар өле ме, яки болмаса бір жаңағыдай әртүрлі жағдайға түсіп мүшкілдік көре ме, әрбір қадам сайын солардың тағдырын ойыншыққа айналдырған құлы ретінде жазаланады. Құдай алдында. Оның жанында әрі ана әйелдің өзін қалдырып кеткені қосымшасы бар. Сонша нәрселерге жауап береді ондай адам, Құдай алдында. Ал енді біреу отырды дейді, хадисте бар. Хеснул мұсылман қорған деген кітапша бар ғой мұсылмандардың есінде. Сол кітапта да бар болу керек. Біреу отырды, тұрды, бисмилля демеді, Алланы ойына алған жоқ дейді. Сонда Аллах тағала ол бәндеден кек алады. Қайтып алады. Табанды өлтіріп салмайды. Оған Аллах тағала өзі біледі, қалай алады болса. Ретін келтіреді. Малына неге қиыншылық келтіре ме? Яки денсаулығына бірдеңе бола ма? Құдай тағала оны келтіреді ол. Қалай болғанда да. Ал енді соның үшін әр отырған тұрғанымызға Алланың зікірін айтып, Құдай деп жүруіміз керек болса, ол аналардың барлығын жаңағыдай қалдырып тастап кету, енді бұл немен кешіріледі, не қисыммен ол ақталады ол. Оны солай тастап кеткенді үшін. Ол әке деген сол балдардың бар болмысына дүниеге келтірген екен, соған ақырына шейін шыдап, оларды өсіріп тәрбиелеуге міндетті. Кім болса болсын. Ал енді мысал үшін, пайғамбарымыздың хадисінде бар. Біреу бір жерде отырғанда бір әйел келді. 3 баласын өлген, қайтыс болған екен, бір баласын жетектеп, я Расулаллах, удуллаха лаху деді. Мына балаға дұға қылыңыз. Фақат дафанту саласа деді. Мен 3 баланы жерлеп келдім деді. Яғни 3 баласы өлген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям фақад ихтизарты бихизарин шадид минан нар. Дозаққа баратын жолыңды Құдай тағала мықты қорғанмен тосып қойыпты ғой деді. Сонда мына жақтағы тұрған сахабалардан «Уәтнайни, я Расулалла» деді. Екеу болса ше? «Уәтнайни» деді. Екеу болса да. Сонда соны анау хадистің риваятын келтірген сахаба айтады. Сол жерде ешкім бір бала деп сұрамады. Біреу болса да сондай болу керек дейді ғой. Біреу болса да оның ата-анаға пайдасы бар. Ал енді ол соны сөйтіп Аллах тағала беріп тұрса, оны анандай тастап кетсе, бұл жаман нәрсе ғой. Ал енді бір Аллаху алам бір сахаба 3 қызы бар екен, солардың өліп қалса деп сөз айтты. Сөйтіп, енді жағдай артық сөз сөйлеп қойғанына Хазірет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сен оған оларды сен бағып атсың ба деді. İslam şariatında nisbeni Allah beredi adam емес.
ашуланды пайғамбарымыз. Яғни ол Құдай тағала оның орнына анау үш қызды тәрбиелеп өсіріп, олардың жағдайын жасап тұрмысқа берсе, Құдай алдында ақыретте олар да қорған болады. Өсті, бізді осылай тәрбиелеп шығарды деп. Ал енді қазақ қыз бала өрсің дейді ғой. Барған жеріңде ол қыз бала бір елге барса, сол бұрын бармаған, жүрмеген, кірмеген жерлермен аяқ басып, жұртпен араласасың. Сол қыздың арқасында. Қыз өрсің болмаған дүниемене. Соның үшін бұл енді Құдай тағала әркімге несібені әртүрлі береді. Ұл берер, қыз берер, беретін Алланың ісі, біреулерге мүлде бермейді. Бәрі де Алланың хикметімен болатын нәрсе. Бұл бәрі де енді жақсы болсын, жаман болсын, тағдырда әр нәрсе болады. Бірақ біздер сол Құдай тағалаға ертелі-кеш дұға қылып жүрсек, қолымыздан ептеген жаңағы садақамызды беріп жүрсек, дұға, садақа екеуі де бәлені қарай қайтаратын нәрсе. Ал хадисте олар сол мына адамның басына түсетін келе жатқан бәленің жолын тосып көлденеңдеп шығады дейді хадисте. Қияметке шейін шайқасады деген. Түсірмейді. Тағдырда бар болатын нәрсе ол басымызға түсу керек, келе жатыр. Мен сол садақамен, дұғамен жүрген адам ертелі-кеш дұғасы тастамады. Садақасын әйтеуір қолдан келгенше беріп, үлестіріп, әркімге әр нәрсе қолынан келгенше беріп, болмаса біреуге көмектесіп бір жағдайына, біреудің жоғын бар қылып, жұрттың алдында оның мынандай жағдайы, мынандай сөзін сөйлеп, жеткіз алмаған жерінде өз тілімен жеткізіп деген сияқты көмектескен адамның барлық ісінде сол қосымша Алланың қасында оның несін, мәртебесін көтеретін, Құдай тағаланың әр түрлі бәлесінен қорғайтын нәрсе болып шығады. Сол қорған болып қияметке шейін тұрады. Қияметке шейін сүйегің шіріп кетеді ғой. Бірақ олар сондай пайдасы барлығы сонша екен ғой. Абдулата, енді осы сұхбатымызды көрген барша көрермендерімізге және де осы бізге, жастарға ақ батаңызды берсеңіз. Әмин. Иләһи жаратқан Алла. Құдай халқымызға тыныштық бер. Дін исламға қуат бер. Ауыру сырқау, мүшкілді көріп атқан бауырларымыздың басын көтеріп, қабатымызда жүрулеріне нәсіп қыл. Адасқандарды үйірімізге қайтар жаратқан Алла. Халқымызға тыныштық бер. Құдая берген несібеңді өзімізге қызықтауға нәсіп қыл. Топырағымызды басқаларға бастырма. Дастарқанымызды өзгелерге шаштырма жаратқан Алла. Халқымызға тыныштық бер. Береке бер жаратқан Алла. Ұрпақтарымызды өсіп өндір, әр бәледен өзің сақта. Раббана тақаббал минна иннaka антас самиул алим. Берахматика архам. Құрметті көрермен, бұл тәрбиелік бағдарлама. Егер сұхбатымыз ұнаса, лайк басыңыздар, бағдарламаны барынша бөлісіңіздер. Келесі бағдарламамызда кімді қонақ ретінде көргілеріңіз келеді, оны да жазыңыздар. Жақсы күндерде қайта жолығайық.